Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Айжан. Бүгін біз осындай тамаша таспих жасауды үйренеміз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Осындай таспих ата-апаларымызға, жолдастарымызға, ата-аналарымызға керемет сыйлық болары сөзсіз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұндай таспихті жасау үшін бізге плоскогубцы, кескіш, круглогубцы, түсі созылмалы лента, леска қажет және табиғи тастар, кез келген тас таңдасаңыздар болады, ажыратушы моншақтар және моншақтарымызға арналған қалпақшалар. Біз осы моншақтар арқылы әрбір тастарымызды бөліп отырамыз және бейл қажет болады. Таспихымызға арналған шашақ және де байланыстырушы сақиналар және әріптерді пайдаланамыз. Әріптер арқылы есімді жазатын боламыз. Және де осындай айды мен пайдаландым. Және таспихымызды салуға арналған қорапша. Енді біз таспихымызды жасауды бастаймыз. Ең алдымен моншақтарымызды өткіземіз. Таспихымыз 33 моншақты болады. Әрбір 11 моншақ сайын мен ажыратушы моншақтарды пайдаланамын. Мен бұл таспихқа агат тастарын пайдаландым. Сіз кез келген тастарды пайдалансаңыз болады. Осындай сыйлықты жақындарыңызға сыйласаңыз, өз қолыңызбен жасасаңыз, сіздің сыйлығыңызға қуанып қалары сөзсіз. Сондықтан да міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Моншақтарымызды мұқият өткізгеннен кейін біз резинкамызды байлайтын боламыз. Барлық моншақтарымызды тізбектеп болғаннан кейін біз резинкамызды байлаймыз. Бейлді өткіземіз және де бейлдің тұсында резинкамызды байлап, байланған жерін бейлдің астына өткізіп жібереміз. Сол кезде біздің резинкамыздың байланған жері көрінбей тұрады. Мұқият әрі әдемі көрініп тұрады. Енді келесі кезекте біз лесканы пайдаланамыз. Лескамызға моншақтарды өткіземіз. Және де әріптерді өткіземіз. Сіз өз қалауыңыз бойынша тек қана әріптерді өткізсеңіз болады, немесе мен секілді сәндік тағы да моншақтар өткізсеңіздер болады. Барлық моншақтарымызды тізбектеп өткізгеннен кейін біз тағы да агат тасын өткіземіз ең соңынан, және де соның тұсында байланыстырушы сақинаны лескаға бекітеміз. Ол жерге біздің шашағымыз және айды өткізетін боламыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай лесканы мұқият байланыстырушы сақинаға байлайсыздар және де лесканы кері моншақтың астына өткізіп тағы да байлаймыз, себебі лескамыз босап кетуі мүмкін, немесе жылжып кетуі мүмкін. Сондықтан да мықты әрі берік тұруы үшін лесканы кері моншаққа өткіземіз де соның тұсында тағы да байлайтын боламыз. Сол кезде біздің моншақтарымыз шашылып қалмайды және де өте ұқыпты көрінетін болады. Мінекей видеода көргендеріңіздей лесканы моншақтың тұсында байлап, қалған артық жерін кескіштің көмегімен кесіп тастаймыз. Біздің таспихымыз бітуге шақ қалды. Енді ең соңғы кезекте айды және де шашағымызды таспихымызға бекітеміз. Видеода көрсетілгендей істесеңіздер, сіздің таспихыңыз міндетті түрде әдемі болып шығады. Осындай тамаша таспихты өз қолдарыңызбен жасау арқылы жақындарыңызды қуантыңыз. Сіздің қолыңыздан келетіні сөзсіз. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Видеоға комментарий қалдырып, лайк басып, және де достарыңызбен бөлісіңіздер. Келесі кездескенше сіздермен бірге болған Айжан.